Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен желатинсіз шоколадты мусс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад, жұмыртқа, сливки және сүт қажет болады. Алдымен кастрюльге немесе тегешке сүтімізді құйып, үстіне жұмыртқаны салып, миксердің көмегімен көпіріктер пайда болғанша миксерлейміз. Одан кейін баяу отқа қойып, қайнағанша ұстаймыз, бірақ қайнатпаймыз. Өте қатты су керек, бірақ қайнатып алмаңыздар. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Ысыған сүттің үстіне шоколадты саламыз. Мен темный шоколад пен молочный шоколадты пайдаландым. Одан кейін жақсылап ерігенше араластырамыз. Мінекей бізде шоколадымыз еріді. Енді сливкиді басқа ыдысымызға құйып алып, миксердің көмегімен қоюланғанша миксерлейміз. Сливкиміз дайын болды. Одан кейін үстіне ерітілген шоколадты бар құрамды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей біздің шоколадты муссымыз дайын. Енді ыдыстарға құйып аламыз. Мен осындай шыны ыдыстарға құйдым. Сіздер ондай болмаса, стаканға немесе вареньеға арналған ыдыстарға құйсаңыздар болады. Барлығына біркелкі етіп құйып шығамыз. Менде осылай 4 стакан шықты. Енді холодильникке бір түнге қатқанша жібереміз. Шоколадымыз бір түн холодильникте тұрып қатты. Енді қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Немесе осылай құр өзін дастарханға қойып ұсына берсеңіздер болады. Мен өрікті пайдаландым. Осылай әдемілеп үстеріне қойып шықтым кесіп. Одан кейін осындай ұсатылған арахисті сеуіп шықтым.
сіздер кез келген жеміс түрлерін орехты қолдана берсеңіздер болады. Мінекей біздің желатинсіз жасалған шоколадты музымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, балмұздақ сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.